Ассалаумағалейкум. Біз бүгін қамырсыз дайындалатын пирожкиді пісіріп көрсетеміз. Ең алдымен бисмиллах деп бір пиязды майдалап турап қуырамыз алтын сары түске болғанша. Кейін жарты келі асылып дайын тұрған картоп езбесіне пиязымызды татуына қарай тұзын, қара бұрышын саламыз да жақсылап араластырып аламыз. Бөлек ыдысқа 3 жұмыртқаны жарып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Тағы да бір шайпақтау ыдысқа ұн салып, картопты езбесін ұнға пішіндеп отырып аунатып аламыз жақсылап. Кейін жұмыртқаға аунатамыз. Содан соң тағы бір мәрте ұнға аунатып аламыз да табада қызып тұрған майымызға салып, қызарғанша екі бетінде аунатып пісіріп аламыз. Дәл осы әдіспен қалған барлық картопты езбесін әдемілеп бір келкі пішінде етіп, кезек-кезек ұнға, содан соң жұмыртқаға аунатып, қызып тұрған майға салып қуырып аламыз. Барлық пирожкилердің бір жақ беті қызарып піскен соң, екінші жақ бетіне аударамыз да, екінші жақ беті алтын сары қытырлақ болып піскенше қалдырамыз. Кейін пісіп дайын болған пирожкилерді салфетка төселген ыдысқа саламыз да артық майы сіңгенше қалдырамыз. Дәл осы әдіспен барлық пирожкилерді әдемілеп пішіндеп, алдымен ұнға, кейін жұмыртқаға аунатып, барлығын пісіріп даярлап аламыз да, дәл осылай салфетканың үстіне орналастырып, артық майының сіңгенін және суығанын күтеміз. Сәл суыған соң дастарханға ұсына берсеңіз болады. Отбасыңызға ұнайтыны сөзсіз. Мен бұл әдісті картоп езбесі дайын болып, бірақ та қамыр илемеген жағдайда осы әдісті пайдаланып, осындай шағын ғана салмасы көп картоп пирожкилерін дайындауға болады. Өте дәмді, өте жұмсақ. Ішінде салмасы да мол. Менің отбасыма өте қатты ұнады, және де азғантай уақыттың ішінде дастарханда ешқандай пирожкилер қалған жоқ. Жеген кісі сыртында жұқа қамырмен пісірілген шағын пирожкилер деп ойлап қалады. Бірақ бұл ұн мен жай ғана жұмыртқа аунатылған пирожки деп атағанды жөн көрдім. Ұнаса біздің арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, біздің YouTube арнамызды қолдаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біздің YouTube арнамыз үшін өте маңызды. Барлығыңызға ас болсын, сау болыңыздар.